Иә, Гүлнар, баяғы уәдеміз бар емес пе? Қызың Наргиз шетелден оқуын бітіріп келді деп естідім. Менің арманыма лайық келін сол. Әйгерім сияқты босаған аттамай жатып мінез көрсетпейді. Ертең бізге келіңдер, шай үстінде сөйлесейік. Арман бөлмесінде үнсіз отыр. Әйгерім, жүгіріп келем мына жаққа. Құлыным, не болды? Тұра ғой. Қызым, не болды? Әкеңді шақырайын ба? Мама, жүрегім айнып, әлім құрып барады. Тек Арманға айтпаңызшы. Мама, тек Арманға айтпаңызшы. Әйгерім, бұл сен жүкті емессің бе? Сәлима тәте, мен ас үйде тамақ істеп, еден жуа алмаймын. Ой, дипломың көп болса не, үйде көмектесу керек. Менің 2 дипломым бар, мен компанияда жұмыс істеймін. Ал Арман екеуміз бөлек пәтерге шығамыз. Сізбен тұру жоспарымда жоқ. Не дейсің, қызым? Не дейді? Келін деген менің қас-қабағыма қарау керек. Ол заман өткен. Ол заман өткен. Арман, сен маған үйленгің келсе, анаңның айтқанымен емес, менің айтқанымен жүресің. Түсінікті ме? Бұл ескі әдеттерді қойыңыз, заман өзгерді. Қалайша? Арман, сен не дейсің? Арман! Саламатсыңдар ма? Мен бұл жерге құдалыққа келген жоқпын. Сәлима, сенің марқұм күйеуің менің досым еді. Ол қайтыс болар алдында осы үйдің жартысын Әйгерімнің атына жаздырып кеткенін білуші ме едің? Не? Мүмкін емес. Бұл менің үйім. Жоқ, бұл Әйгерімнің үлесі. Ол кезде сендерді ренжіткіміз келмеген. Бірақ енді қызымның қақысын талап етемін. Не үйді сатып, жарты ақшасын бересіңдер, не Әйгерім осында келіп, өз иелігінде тұрады. Маған ақша да, бұл үйде керек емес. Арман, мен саған ажырасуға арыз тастадым. Ал мына үйдің жарты үлесін мен балалар үйіне қайырымдылыққа беремін. Енді сенің мамаң үйдің жартысын бейтаныс адамдармен бөлісуге мәжбүр болады. Маған мұндай проблемалы отбасы керек емес. Әйгерім, тоқташы, қайырымдылық дейсің бе? Сен менің анамды көшеде қалдырмақсың ба? Соншалықты таспауыр ма едің? Менің таспауырлығым сенің әлсіздігіңнің жемісі, Арман. Сенің анаң менің өмірімді ғана емес, сенің болашағыңды да сатып жіберген. Сәлима, мен тек үйдің жартысын даулауға келген жоқпын. Мен шындықты айтуға келдім. Арман, сенің әкең неге қайтыс болды деп ойлайсың? Жүрегі тоқтап қалды ма? Жоқ. Ол сенің анаңның Гүлнәрге жасаған бизнес кейін банкрот болып күйзелістен кетті. Гүлнәр сол кезде әкеңнің компаниясын тартып алған, ал анаң соған көмектескен, өйткені ол Гүлнәрдің ағасына ғашық еді. Мына қағаздардың бәрі рас. Сен күйеуіңді саттың. Мам, не дейді бұл кісі? Сіз әкемді сатып кеттіңіз бе? Наргиздің отбасымен содан бері байланыстасыз ба? Сонда мені Наргизге үйлендіру кезекті мәміле ме? Мен жүктімін деп ойладың ба? Жоқ, бұл менің денсаулығым туралы анықтама. Сәлима апа, сіз маған беріп жүрген витаминдер мені бедеулікке арналған гормондар екенін білмейді деп ойладыңыз ба? Бірақ Құдай сақтады, мен оларды ішкен жоқпын. Мен сіздің кім екеніңізді баяғыда түсінгенмін. Жетер, кеттік Асқар аға. Иә, дұрыс, тезірек шығайық.